Адамдар бір-біріне қарым-қатынас арқылы жаны таза, ойы кіршіксіз, ниеті ақ тақырыбында сұхбат жүргіземіз. Ұлттың ұлт болып қалыптасуы ұлттық құндылықтан бастау алады. Сондықтан ұлттық құндылықты дәріптеу мақсатында біздің сұхбатты ерекше түрде өткізуді жөн көрдік. Сұхбатымыздың ережесі дәл осындай кубикті түрлі түсті асықтарға лақтыру арқылы сұрақтарға жауап беру. Мысалы, маған жасыл түсті асық түсті, сұрақты оқимыз, мақалды жалғастыр. Дәл осы сұрақтарға дұрыс жауап берген мұғалімдерге осындай сыйлығымыз бар. Кубикті лақтырайын, Қызыл сұрақ. Сенің адалдыққа деген сенімің қандай? Мен адалдыққа сенім деген өте жоғары, себебі адалдық ол өмірдегі әрі қаратай қарым-қатынасты жалғастыратын, бұл құнды адамның бойынан табылатын құнды нәрсе. Сондықтан да адалдыққа деген сенім менің өте жоғары. Бұл адалдық, ол қарым-қатынасты адамдармен қандай қарым-қатынасқа түсесің, адамдармен араларда қарым-қатынасын қалай жалғастыратыныңды таразылап өлшейтін құндылық мен үшін өте жоғары деңгейде. Оқасы жоқ. Мақалды жалғастыр. Адал ниет аздырмайды, арам ниет бойды жаздырмайды. Ура! Рахмет! Так, ойы кіршіксіз, ниеті ақ деген сөздерді қалай түсінесіз? Ойы кіршіксіз деген таза, ойы таза, ниеті түзу адам. Барлығына, өзіне ниетлесе, барлығына сондай жақсылық тілеп тұратын адам деп түсінемін. Рахмет. Маған қызыл түсті асық бейнесі бар, кубик түсті. Оқып көрейік сұрақтың жауабын. Сенің адалдыққа деген сенімің қандай? Мен адалдыққа сенемін. Адалдық адамның бойындағы ең жақсы қасиеттердің бірі. Досқа деген адалдық, отбасына деген адалдық, жұбайыңа деген адалдық. Жалпы адалдық деген адамның бойындағы ең жоғары қасиеттердің бірі. Адал болуға бәріңіз шақырамын. Адал болайық, адам болайық. Ой, көп рахмет, қандай керемет сыйлық. Сарғыш қызыл. Ойы кіршіксіз, ниеті ақ деген сөздерді қалай түсінесің? Ойы кіршіксіз деген ойында ешқандай жамандығы жоқ, пәк, таза, ниеті түзу адамды айтамыз. Ниеті ақ адам әрқашан жақсылық жасайды, адамгершілігі жоғары, үлкендерге құрмет көрсетіп, үнемі жақсы нәрсеге қарай бағыт беріп отырады. Ой пікірі дұрыс, жақсылықты ойлайтын адамды ойы кіршіксіз, ниеті ақ адам деп айтамыз.